қосылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық және енді Ғалымжан мен Саидаға байланысты түрлі сөздер айтылып жатыр ғой. Бәлкім видео дайын болса, бірерден кейін көрерміз. Бірақ дәл қазір шымылдықты ашып алсақ, қалай қарайсыз? Жақсы, ендеше шымылдық ашылсын. I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші. I love you, baby. Барысың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Шымылдық ашылды. Әсеріңіз, Ғалымжан? Әсерім бірден көзіне түсті ғой. Сіз көзіңіз линза емес пе? Былай? Өзімнің көзімнің түсі светло-карие. Түсі өзгеріп тұрады. Бұл ерекше екен көзі. Көзі ерекше. Бірден көзіне түсті. Былай күшті, керемет. Қош келдіңіз. Теледидардан қалай, былай қалай? Өте сымбатты. Оны сөз айтқан сен ұяла беретін болыппын ше. Жасымыз келмейді ғой біздің сондай ойбай. Бір Диасқа, бір Жанболатқа айтса бір күшті болар еді да. Айтайын ба? Жанболат симпатичный бала екен негізі. Не қылдыңыз сіз өзіңіз? Өзі айтшы деді Жанболат. Айтшы деді ма? Болды. Енді жаңағы Ғалымжан әңгіме барысында жай ғана сіз сәттілікке баладыңыз болды. Ешқандай бір сезім ұнатып қалған ештеңе байқамадыңыз. Саидадан ба? Ау? Саидадан ба? Иә. Иә, ол сезім, чувство, ондай ешқандай байқамадым. Мен жақтан да, ол жақтан да енді былай қатты сыйластық ретінде енді өзі жаңадан келген кезде де, жаңадан келген қыздарды мен осы кезде жылы қарсы алғам. Бізде осындай болып жатыр. Мына жерге барасың, мына жерге барасың деген сондай сыйластық қалды да бізде. Енді қолдау керек. Одан кейін Ернардың жанында жүріп, типа правильная бола қалмашы, Аделя өтініш сенен. Сосын мен сөйлеп бастаған кезде сенің аузың всегда ашылады. Маған ғана әлің жете ма? Басқаларға сөйлей алмайсың ба? Мен соны түсінбеймін, Аделя. Аяулым қатысушы болып отырғаннан кейін кімге сөйлеймін, не деп сөйлеймін, сен шешпейсің оны біріншіден. Правильная дейсің, мен неправильная ма, ода шатағым болмасын. Сенің де шарам болмасын. Жоқ, тыңдасай сен енді. Мен ұзақ уақыт бойы сен сияқты маска киіп жүре алмайды екем. Правильная қыздың рөліне кіріп алып, менің болмысым осындай ма, мен осындай болып жүрмін. Мен бір ер азамат үшін өзгеріп кетпеймін. Сенің қыздық намысың болатын болса, сен бір подъезден шықпайтын ең Ғалымжанмен. Сен Ғалымжанға айтатын едің. Сәл дұрыстап жеткізсеңдерші. Егер сіз осы мысалы ят туралы әңгіме айтқан болсаңыз, сіздің осы әрекетіңіз ше, мысалы, ятқа жатпай ма? Қалай деген сияқты сәл дұрыс жеткізіңіздер. Иә, Бауыржан мырза, негізі мен ойлаймын да, кішкене ұят болатын болса, бірінші өзінің міндерін саралап алып, кішкене онымен арпалысып, мен осыны пікірді айтсам дұрыс па екен? Мен де бұл қыздың положениясында болып едім ғой, мені де қаралап еді ғой деп саралап барып, кішкене болсын айту керек та. Енді қараңыз Бауыржан аға, ұят жайлы әңгіме кетіп жатыр ғой, осы күнге дейін андай ғой. Енді білмеймін, ортада отырған кезде де мен Аделяның өзіне айтқан едім, Аделя сен Ернармен анайы қылықтар жасайсың деп. Одан кейін де таныстыққа дейін де, таныстықтан кейін де әлі күнге дейін сондай қылықтары болып жатыр да. Оған ладно өзінің қылықтары ғой, бірақ таңдай қотыратқа соққылықтар болмашы. Қыздар, мен сіздерді тыңдап жатырмын. Бірақ сіздер жай болмашы бір пікір айту барысында бір-бірлеріңіз жекеге өтіп, бір-бірлеріңіздің намыстарыңызға нұсқан келетін әңгімелерді ашу үстінде айтып қалып жатсыздар. Негізі түсініп тұрмын, эмоцияны жіберіңіздер. Сондықтан да эмоцияны жіберіп, кәдімгі болып жатқан, мысалы, ортада негізі әңгіме бізде Ғалымжан мен Саиданың арасындағы дүние. Осы жердегі дүниенің арасында не көрдіңіздер? Аяулым айтқандай, махаббатқа ұласқан дүние ма, әлде де басқа ма деген секілді тақырыптың айналысында әңгіме айтсақ. Ал сіздікі өтіп кетті, ол тақырыпты бір болды, сіздікі де өтті, болды. Былай жасайықшы, қазір көзбен көрейік.
көрмеген көрермен бар шығар, қатысушылар көрмей қалған шығар, түсінбей қалған шығар, үміткер де бізді бәлкім көрмеген шығар. Қазір видеоны көріп алайық. Вот сол жерде көзімізге не көрінді? Сол ойымызбен бірге ұштасып бір арнаға тоғыса ма, соны білеміз. Не істесем екен, не істесем екен, кешірсем екен. Не істесем екен, не істесем екен, кешірсем екен. Алдыңғы жолы шатаспасам, Ғалымжан айтқан негізі мен білмей қалдым, менің арқамнан келіп, түсінбей қалған енді, Саида құшақтаған түсінбей қалған секілді. Және де осы жерде қолын ұстап тұрып, ай, не болып жатыр деп атсыз ба, әлде? Ха, деп атсыз ба? Үйтіп істейтін болсам, бәрі көрініп тұр ғой видеода негізі. Күтпеген жерден келіп қалды. Енді бүйтіп айтып жатыр құлағыма. Ханзада да алдыда, может, мен уже паника болып кеткен сияқтымын. Мен өткен Жанболаттың алдында отырып, Жанболатпен сөйлесіп жатқам. Жаныма бірден келіп қалған екен, мен уже миым былай сбой берді да, не болып жатқанын түсінбей қалдым да. Не істеп жатсың деген сияқты. Одан кейін орнынан тұрып, не болып жатыр өзі, жалпы не істеп жатсың дегенде, осылай, типа Ханзада үшін қолдау беріп жатырмын деген сияқты сөздер айтылған болатын ол жерде. Бауыржан мырза. Иә, Бауыржан мырза, Ғалымжан был в шоке, потому что мен басқа қатысушылармен негізі бәрімен былай амандасам. Нұржан Беркеш? Мен былай амандасам. Поэтому Ғалымжан в шоке болды и былай істеп қалды. Неге шок қылдыңыз ол жігітті? Шок Оған не себеп болды? Жауһар ханым. Мен негізі ойлаймын, Саиданың ол істегені бір экраннан көрініп қалу Ғалымжанның арқасында депші. Содан кейін ана қыздармен ақылдасып, меніңше әдейі істеді деп ойлаймын. Өйткені Ғалымжан оны байқаған жоқ қой, өзімен өзі отыр. Бұл келіп құшақтады, еще Ғалымжан оның қолын бүйтіп артқа қарай алып тастады, иә? Мен не істеп көрінемін деп олай жасап. Сондықтан да мен өзін өзі көрсету деп ойлаймын. Ортадағы Ғалымжанға сұрақ қояйын. Негізі Ғалымжан қыздарды таңдаған кезде көбінесе көзіне қарайды екен, алдында бір айтып қалған болады. Ой, Жандосжан келіп қапты ғой. Олжас ханым, бұл тәтті Саидадан өз табыстайды. Саида, келіңіз. Саидада бүгін бір ұялығы бар, Керім. Ал? Я болса ханым, кеше Ғалымжан проиграл же, бірінші шығып кеткен соң, сәттілік ретінде күш қуат берсін деп өзім сондайды әзірлеген еді. Тәтті дайындап келдіңіз, иә? Тәтті дайындап келдім. Өз қолыммен дайындадым деп жатыр. Творожный ма? Иә. Ұнайды да маған осындай ше, тәттілер ұнайды. Тем более өз қолмен істеп әкелдің, осындай бағалаймын, осындай істеп әкелген кісілерді үлкен рахмет саған да, иә. Енді рахмет па? Иә. Енді сыйлық беріп отқанға енді қолын қайтармау керек қой. Енді күш қуат бердім, осы кезеңде сен жеңесің деп тілеймін. Рахмет, осы кезеңде сен жеңесің дейді. Иә, егер де жеңіске жетіп жатсаңыз, осы бәліштің күші болатын сияқты. Енді Саида, былай істеп, сіз жайғасып алыңыз. Әрине бұл қолдау әрине жақсы. Бірақ енді сәл таңғалып жатырмыз енді, бір себебі бірінші күдік Саидаға түсіп жатыр ғой, артынан құшақтап алғанына қарағанда бәлкім ойы бар ма дегендей, ал қазір сыйластық ретінде қолдау дегендей беріп жатсыз, бірақ осының артында бір сезім секілді, бір жылы ой жоқ па дегендей ой болып тұр бізде. Ондай артық ойыңыз жоқ па? Оның үстіне үміткеріміз келіп жатыр, Гүлжан есімді. Сәлін қайсы болып тұрды, бірақ енді бәрі достықтың шеңберінде болса жақсы. Өздеріңізден нақты сұрайықшы. Кім айтып жатыр? Жанболат, сен сөзің 7 рет бөлдім ау. Бір тыңдайыншы. Бір айтайыншы енді. Бұның ең бір ғана нәрсе сияқты. Ғалымжан, сен талаптарында ажырасқан қызды қабылдаймын дегенсің ба негізі? Басында келген кезде ажырасқан, баласы бар, өзімнен 1 жас, 2 жас үлкен болса, негізі қабылдамаймын деген. Одан кейін сұрақ қойылды ғой, если келіп жатса деген кезде, келіп жатса, енді көреміз, алда сөйлесіп көреміз деп айтқан болады. Ол ойыңды Саида өзгертпеді негізі? Бізде былай сөйлесу болды ма негізі, Жанболат? Жоқ, негізі вообще. Жоқ, бұл сұрақтында енді бір арында деп жатқан шығар енді. Иә, бұл сұрақтында бір негізі болу керек, оны түйіндеп алып барып қою керек та негізі. Түйіндеп қойып отырмын саған. Ал біз сен талаптарында ең алғашқысында негізінде ажырасқан қызды қабылдамаймын деп айтқан болатынсың. Бірақтан осыны өзгертуге Саиданың қатысы бар ма деген сұрақ қойып. Саида себепкер ма? Саидамен біз сыйластық ретінде қолдау көрсетіп отыр, болды, басқа ештеңе жоқ деп айтамын мен де. Иә, мен сөзімді әрі қарай жалғап кетейінші. Қазір қарап отырмын да, о заманда бұл заман жігітке қыз подход жасайтын заман болыпты деймін да. Ондай жоқ еді бұрында.
сол енді ғалымжанға Галқар үлкен подход, қандай подход істеп жатыр екен бұл жерде, мен түсінбедім. жаңаға сен бәрішін пісіріп Енді бәріші ол сыйластық ретінде, қолдау ретінде құшақтағаны бар жаңаға. Енді оның бәрі подход деп есептеймін. Саиданың өзі айтсын. Саида. иә баласа ханым, мен жай ғана қолдау ретінде ешкім бұл жерде ғалымжанды поддерживать етпей жатыр, мен ғана поддержка беріп жатырмын, қолдап жатырмын. Бұлда тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Қыз өзіне сенімді болса, бұған мән бермейді деп ойлаймын. Қолдаушы дейтін мендей болсын деп тұрсыз ғой. Аде, қолдаудан да басқа нәрселер бар сияқты негізі. Бұл жерде ше ғалымжанның тарапынан Саиданы қолдап уже бастап жатыр да, дұрыс шығар, осындай пирожнилар ұнайды дегіз. Негізі саған бұндайлар ұнамайды, білем ғой, жаныңда жүрмін ғой мысалы да. Жаңа айтып жатқан кезде үміткер айтып қалды, кім? Гүлжан ғой я? Гүлжан ханым айтып қалды ғой, менікі болу керек деген кезде Саида деп қалып та, сөйтсем, сенікі болмайды, екеуміздікі болады деген сияқты болып отыр екен да, бұл кісінің аяқта отырып вообще. Саида. Негізі бұл жерде айтып ал. Жоқ, Нұржан, баласа ханым, бұл жерде үміткер келіп тұр, сыйластық танытып, ешкімге айтпай қояйын, келешекте білесіңдер. Міне. Мына дым интрига сиямайтын адам ғой мына кісі. Перизат. Гүлжан, саламатсызбы? Қош келдіңіз, өте әдемі қыз екенсіз. Өте бір жақсы ер азаматын таңдап келдіңіз деп айтқым келеді. Я біз таныстық, бірақ бір-бірімізге сезіміміз ашылмағаннан кейін дос болып қалдық. Саида деле тек қана достық қатары қолдау көрсетті деп ойлаймын. Әзір Гал айтып жатыр ғой. Возможно, я подумаю, ажырасқан қызды қабылдаймын, қабылдамаймын деп. Бірақ біз екеуі сөйлесіп қалғанда, мен ажыраспаған ер азаматымын, мен ешқашан ажырасқан қызды қарабаймын, баласы бар қызды тем более қарабаймын деп айтқан. Так что не переживайте, сізге ешкім конкурент бола албайды, тек қана бақыттылы болушыңызды қалаймын. Енді достар, бәрі сезім білдіріп жатқан ештеңе жоқ. Перизат, сен ғалымжанмен қашан сөйлесіп үлгердің? Когда камера включается, только тогда ты проявляешь интерес, а так у тебя к нему интереса же не было? Саида, у тебя в сердце всегда был Нұрсұлтан. Конкурент емес деп мен қайтадан түсірмей қоймын мына жерге. Конкурент керек болса боламын. Нет, Саида, егер де если у вас что-то получится, тек қана бақыт қалаймын. Мен сені түсірген жоқпын, мен просто ғалымжанның айтқан сөзін еле айтып жатырмын. Сен сөйлескен емессің деп жатырсың ғой. Сен бұл жерден возможно сөйлескен жоқпыз, бірақ біз 10 күн таныстықта жүрдік, кешінде после эфира мы гуляли, ходили, общались. Ты это не знаешь. Если не знаешь, так что молчи. Перизат, я же твоя подруга. Достар, сөйлесеміз ғой бізде бір-бірімізбен. Барынша. Или ты ревнуешь? Гүлжан ханымға бұл нәрсе ұнап жатыр ма, ұнамай жатыр ма, өзінен сұрайыншы. Саида дедіңіз ғой, есіңіз. Мен келгенде сезіміңіз ашылып қалды ма? Жоқ, менде сезім ашылды деп айтып жатырмын. Неге до этого действия жасамаңыз, мен келмей тұрып, сіздің қызығушылығыңыз бар екен ғалымжанға? Жоқ, мынау сол қатысушылардың айтуынша. Егер менде сезім бар болса, мен сіздің ана жерінде отыратын едім, ана үстелде. Бұл жерде былай ғой, Гүлжан ханым түсіндіре кетейін. Бұл жерде қатысушылардың айтуы бойынша бәлкім сезімі бар шығар, Саидада деген сияқты, сонда бір әрекеттер жасап жүр деп ойлап жүр. Бірақ енді бұл жердегі әңгімеде қалай айтсам болады, нақты ұнатады, факт жоқ та, факт жоқ. Бұл жерде жай әңгіме, күдік, ойлар да. Сондықтан мен ойлаймын, расымен де бұл жерде қатты бірақ ешқандай дүние жоқ, және де соны бәлкім ғалымжаннан сырласу бөлме барысында сырласып, бір мұңдасып, шырсетіп, сол жерде өзіңізді бір түсініп алатын секілдісіздер, бәлкім бетін бері қаратып, білмеймін, көресіздер ғой? Әрине сырласу бөлмесіне балайынан кіріп кетсек па деп отыр. Сырласу бөлмесіне барып сырласып қайтсаңыздар болады. Рахмет, шығарып салайық. Жақсы сырласады деген ойдамыз енді. Ал құрметті көрермендер, қатысушылар, біз қазір сіздерге ерекше бір ақпарат айтқым келіп тұр, себебі дәл бүгін біздің студиямызға жаңа қатысушылар келеді. Бізде жарнамадан кейін жаңа қатысушы кім? Бәлкім сіз танисыз ба, танымайсыз ба? Сағынған шығарсыз бәлкім ол жанды. Әлде енді танысатын бір жанның бірі болу әбден мүмкін. Жарнамадан кейін бірге білеміз.